Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін сүзбелі қамырдан дайындалатын, жарты сағатта жасайтын осындай керемет десертімізді дайындайтын боламыз. Осылай ортасы жұп-жұмсақ болып шығады, ашытқысыз жасалынады. Жарты сағатта дайындалатын десерт. Ол үшін бізге 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, сүзбелі ірімшігімізді салып, араластырамыз. Жақсылап езіп араластыратын боламыз. Ертілген сармайымызды құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырдық. Енді үстіне ұнымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Ванилин саламыз. 1 ас қасық ас содасын салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды иледік. Енді қамырды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Осылай қамырымызды жайып, ұн сеуіп қамыр жаямыз. Қамырымызды жайдық, ортасына ертілген сармайымызды жағып шығамыз да, корицамызды себетін боламыз. Жаңғақ салсаңыздар да, ортасына тосап салсаңыздар да, өте дәмі керемет болып шығады. Енді қамырымызды орайтын боламыз. Қамырымызды осылай орадық. Енді тапамызға салып, ортасынан пышақпен кесетін боламыз. Енді қамырымызды өретін боламыз осылай. Осылай өріп, енді духовкаға 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Мінекей, біздің десертіміз дайын, жарты сағатта пісетін дайын болды.